Сәлем жастар, бұл Еркиназ. Бүгін мен сендермен Кэрол Дуэктің икемді сана Mindset кітабына шолу жасамақпын. Менімен бірге болыңыздар. Кэрол Дуэк ол әлемге әйгілі американдық профессор психологиядан. Ол қазір Стэнфордта өзін өзі дамыту, мотивация, жігерге байланысты тақырыптарда сабақ береді. Ол ел университетінің психология мамандығын бітірген және Колумбия, Гарвард университеттерінде жұмыс істеген. Ол өмірінің соңғы 20 жылын осы адамдарды қалай өздерін дамытатынын, өздерінің төзімділіктерін және жігерлерін қалай арттыратынын зерттеген екен. Және осы зерттеулерден оның тапқаны адамдар ойлау қабілеті бойынша екі түрге бөлінеді дейді. Бірінші адамдар олар тұрақты санада жүрген адамдар, және екінші ол икемді санада жүрген адамдар. Тұрақты санадағы адамдар олар ойлайды екен, менің бүкіл ақыл, білімім, ойым, талантым, қабілетім ол туғаннан, генетикадан деп. Егер адамдар қазір жетістікке жетсе, білімді болса, яғни ол туғаннан сондай болды, ата-аналары сондай деп әртүрлі себептер табуға тырысады екен. Және оның өсуге ешқандай ынтасы жоқ екен. Ал икемді санада жүрген адамдар олар ойлайды екен, менің ақылым, қабілетім, талантым бәрі ол өсіруге болады, қабілетімді ұштауға болады, мен өзімді жыл сайын дамытуым керек деп, және ол барлық жаңа өзгерістерге дайын екен. Кэрол Дуэк өзі бір мектепте зерттеу жасаған екен, бір 2-3 жыл. Онда балаларды екі группаға бөледі екенді, бір группадағы балаларға әртүрлі тапсырмалар орындағанда, сабақ кезінде мақтағанда айтады екен, сен жарадың, өте ақылдысың, өте білімдісің, тапсырманы орындадың деп. Ал екінші топтағы балаларға айтады екен, жарадың, сен бұл тапсырманы үлкен талпыныспен жасадың, еңбектендің, көп уақыт бөлдің деп солай мақтайды екен. Сонда тұрақты санада жүрген адамдарға оларды кішкентайынан оның адами тұлғасын мақтайды екен, ал икемді санадағы балаларды дамыту үшін оларды кішкентайынан олардың талпынысы үшін, еңбектенгені үшін, олардың сол бір әрекеттерге, үйренуге уақыт бөлгені үшін мақтау керек екен. Сонда біз кейін икемді санада жүрген адамдарды қалыптастырады екенбіз. Мысалы, тұрақты санада жүрген адамдар, олар қиындықта кездессе, оған қиналып, төзбей, мен мына ент-ні дұрыс тапсыра алмадым, мен мына университетке түсе алмадым, мына экзаменнан 2 алдым, не болмаса жұмысқа орналаса алмадым, спорттан оза алмадым деп қиналып, бітті, мен өзім басыма бір сондай бір этикетка қойып қояды екен, бітті, мен осылардан ешқандай жеңіс таппаймын деп. Ал икемді санада жүрген адамдар, олар қиындықты кездестірсе, жақсы, мен осы жолы ент-дан бала алмадым, өзіме ұнаған университетке түсе алмадым, не болмаса мына сабақта мен 3 алдым, жарайды, мен әлі де оқимын, әлі де алдыға талпынамын, алдыға жүремін, және мен өзім ойлаған мақсаттарыма жетемін, өйткені маған ең бастысы даму маңызды деп ойлайды екен. Тұрақты санада жүрген адамдар еңбектенгенді, талпынысты мүлдем ұнатпайды екен. Олардың ойы бойынша, мен міне ақылдымын, не болмаса мен ақымақпын, болды, маған енді ешқандай еңбектену, талпыныс жасау керек жоқ дейді екен. Ал икемді санада жүрген адамдар айтады екен, мен алдына көп еңбектенуім керек, көп талпыныс жасауым керек, сонда мен алдыға қарай дамимын, өсемін деп ойлайды екен. Үшінші, тұрақты санада жүрген адамдар, олар ешқандай сынды қабылдай алмайды екен. Ондай сындардан ренжиді, тыңдағысы келмейді екен. Ал икемді санада жүрген адамдар, сынды естісе, ойлайды, мына маған пайдалы, мен мынандай осындай өзіме қатысты сын алдым, яғни мен өзімді өзгертуге, одан сайын дамытуға енді мүмкіндігім бар деп ойлайды екен.
және тұрақты икемді санада жүрген адамдар ол тек оның қабілет біліміне ғана қатысты емес, ол адамның бүкіл мінез құлқына, тұлғасына, жеке өміріне де қатысты болады екен. Егер мысалы бір адамдар менің мінез құлқым осындай, өте қаталмын, не болмаса өте жабықпын деп ойлап өзгерткісі келмесе, ол тұрақты санада жүрген адамдар екен. Ал егер ол өзгеріске дайын болса, оны біз икемді санада жүрген адамдар деп айтамыз. Және тағы айта кететін жайт, осы тұрақты және икемді санада жүрген адамдар ол бір адамда болуы мүмкін екен. Мысалы, бір адам ойлайды, мен мына техникалық сабақтардан икемім бар, мүмкін математика жақсы шығарамын, алайда мен тілдерге, ағылшын тіліне мысалы ешқандай икемім жоқ, болды, мен тілді үйренбеймін. Не болмаса, мен спортқа ешқандай икемім жоқ, болды, мен үйренбеймін деп сонда мен тек осы мен ұнайтын сабақтарда ғана одан сайын дамытамын деп ойлайды екен. Ал жеке өмірінде айтады, мен мінез құлқым осындай, болды, енді өзгермеймін. Не болмаса, жоқ, мен мінез құлқым қазір осындай, бірақ мен алаңда енді өзімді одан сайын дамытып, психологияны оқып, өзімді жақсартамын деп ойлайды екен. Тіпті жеке өмірде де мысалы адамдар бір-бірлерімен қосылған кезде кейбір жұптарда адамдар мүлдем өзгермейді деп ойлауы мүмкін, кейбір жұптарда адамдар өзгеретінін түсініп, олар бір-бірлерімен қосылғанда бір-бірлерін одан сайын дамытып, жақсартып. Жастар, енді сіздерді тек икемді санада болуға шақырамын. Өздеріңіздің қазіргі қабілеттеріңізді, білімдеріңізді, таланттарыңызды одан сайын дамытып, одан сайын ұштап, биіктерге жете беріңіздер. Мына Кэрол Двейктің Mindset икемді сана кітабы сіздерге пайдалы болсын. Назарларыңызға рахмет. Сау бол! Қала ояу, келем баяу, таңға таяу, жол ойым терең, естілді әрең осы әуе. Әрбір әрекет пен әрбір қадам мүмкіндіктер беріп кетті маған. Қателік оттегі қалдырма өкпені, небір қиындықта кейбір адам шыдамастан көбірек құлаған. Бәрі де өтпелі, қалдырма өкпені.